Ал достар, екінші бөлімге қош келдіңіздер. Енді тақтадағы жоспар бойынша екінші бөлім баста айттым. Ол жалпы IT-де сіз қандай рөл атқара аласыз, сіз қандай қызмет атқара аласыз. Бәлкім сіз мысалы ата-ана шығарсыз, бақылаушы рөлі деп айтайықшы қарапайым тілмен. Сіз ата-ана, біреудің аға әпкесі, жалпы өзіңіздің студент балаңыз бар, қарындасыңыз бар деп айтайық. Өзіңіздің мектепте оқитын балаңыз бар. Сол бағыт бағдар беру мақсаты жалпы айтқанда, жалпы IT сауаттылық тақырыбы. Сіз осы сабақта нақты кеңестер, бағыт бағдарлар ала аласыз менен. Екіншісі, сіз өзіңіздің жоспарыңыз бойынша студентсіз, например, университеттегі бір таңдау мәселесі, мамандықтарды ажырата алмай жатсыз мәселенге. Сол бағытта нақты кеңестер ала аласыз. Және де кәсіпкер болу арманыңыз, мақсатыңыз барса, осы IT жобалар жасап, мен бір табыс деңгейіне шықсам екен деп. Енді тағы бір мақсат ол нақты программист боламын, айтишник боламын, немесе IT-да тек қана маған айттым ғой, программистер ғана емес, шығармашылық адамдар жұмсайды. Мен IT менеджер боламын, IT дизайнер боламын деген сияқты. Сол салаларға қатысты нақты кеңестер ала аласыз. Енді ата-ана ретінде IT сауатты болу ол өте маңызды. Өйткені сіз бірінші кезекте сауатты болуыңыз керек, өйткені кішігірім балаңызға бағыт бағдар беру мақсатында, жаңағыдай мен мысалы өзімнің сіздерге дайындап қойған нақты кеңестерім бар. Жалпы бірінші кезекте халық арасында мынандай стереотип бар, ол ер балалардың мамандығы, жаңағыдай инженер болу, ол қыз балалардың жұмысы емес деген стереотип бар. Бұл жалған стереотип. Мен өзім инстаграмда да прямой эфирлар өткізіп жатырмын. Осы Қазақстан төңірегінде емес, шетелде де жұмыс жасап, үлкен корпорацияларда жұмыс жасап жатқан қыз балалары мысалдар өте көп. Яғни бұл қыз баланың жұмысы, ұл баланың жұмысы деп бөлінбейді. Сіздің балаңыз ұл болса да, қыз баласы болса да, егер де оның қабілеті осы IT маманы болуға келіп тұрса, өзінің арман мақсаты болса, онда неге болмасқа, Екінші кеңесім ол ағылшын тілін үйрену. Ағылшын тілін үйренудің маңыздылығы қазіргі заманда өте жоғары. Әрине қазақ тілін білу керек, орыс тілін білу керек. Біз көп тіл білген сайын әртүрлі мәдениетпен таныс боламыз ғой. Бірақ дей тұрғанмен ағылшын тілінің осы IT саласындағы маңыздылығы өте жоғары. Өйткені біз үйренгіміз келетін, оқығымыз келетін кітаптар, шетелдік ресурстар, онлайн курстар, біз қазір осы Қазақстанда отырып, Гарвардтың, Стэнфордтың университеттерінің сабақтарын онлайн көре аламыз. Бізге интернетте сондай берген мүмкіншілігі бар. Міндетті түрде ол жаққа барудың қажеттілігі жоқ, бірақ ағылшын тілін беру бізге үлкен мүмкіншіліктер ашады. Сондықтан да балаңызға қазірден бастап тіл білуіне ерекше назар аударсаңыз. Және де критикалық ойлау жүйесін дамыту, шаблонный мышление деп жатады ғой, сыни көзқарас, жалпы ол сұрақ қоя білу, неге олай, басқаша бұның қандай альтернатива жолы бар еді, мысалы бір мәтіндерді алып талқыласаңыздар болады, бір логикалық есептер шығарып, адамның аналитикалық, критикалық ойлау жүйесін бала кезден дамыту, бұл менің беретін тағы бір кеңесім. Сосын адамның кішкентай балалардың креативті болады, фантазиясына ерік беру, әртүрлі мультфильмдер, кинолар қарап, шығармашылықпен айналысуына негіз болу. Өйткені көп айтишниктердің IT жобаларды ойлап табар кезде сол фантазияның жетіспеушілігінен жобалар сәтсіз болып жатады. Өте бір маңызды қабілеттердің бірі. Келесі ол мектепте білесіздер, әртүрлі үйірмелер болып жатады. Мүмкіндігінше соларға қатысып, әртүрлі қабілеттерді игеруіне жаңағыдай кедергі жасамау. Екіншісі, әртүрлі кітаптар бар. Қазір IT-де жобалардың сәтті болуына жалпы шабыт беретін фильмдер бар, сериалдар бар, мотивациялық. Соларды қарап, баланы шабыттандыру десе болады. Енді және де жалпы өзіңіз сауатты болу үшін IT-ді оқытатын Қазақстан нарығында қандай университеттер бар, компаниялардың жетістігі, жалпы солардан да хабардар болып, әрқашан соларды зерттеп отырсаңыз болады. Біз әлеуметтік желіге дұрыс пайдаланбай жатамыз, ол жерде өте көп пайдалы ақпараттар да бар. Соған негіз қойып, зерттеп, балаңызға бағыт бағдар беріп, кеңес беріп отырсаңыз, балаңыздың мықты маман иесі болып шығатынына мен сенімдімін. Екіншісі енді IT кәсіп жасау. IT кәсіп деген кезде біздің қолданып жүрген Яндекс, InDriver болсын, Uber болсын, OLX, Skype, сіздің өміріңізді қамтитын көптеген IT жобалардың барлығы ол шетелдік жобалар, яғни экспорттық жобалар. Қазір бірінші бөлімде IT кәсіп жасаудың маңыздылығы, құндылығы өте жоғары. Біз Қазақстанда отырып шетелдік қолданушыларды өзіміздің жобамызға тарта аламыз. Маркетингтің әртүрлі пиар инструменттердің арқасында, сол бағыттарда дамып, кәсіп ашуды арман қылып қойып, жалпы қандай проблемалар бар, егер де сіздің өміріңіздегі проблема сіз IT жолымен, IT құрылғыларымен шеше алатын болсаңыз, және де ол проблема қоғамның проблемасы болса, онда ол идеяны масштабқа шығарса болады. Жалпы IT кәсіп жасау жолында мен бүгінгі сабақта тағы нақты кеңестерді қосымша айтатын боламын.
Және де IT маман иесі болу, IT мамандардың түрлері өте көп. Сол IT маман ретінде сіз найымда жұмыс жасауыңыз мүмкін, немесе фриланста жұмыс жасауыңыз мүмкін. Енді нақты фриланста әлемдегі ең танымал екі платформа бар. Жалпы ресейлік платформалар, СНГ мемлекеттерінде заказ алу деп айтады, аутсорсинг. Заказ алып, үйде отырып фриланста жұмыс жасау платформалары бар, freelance.ru, Fiverr деген сияқты. Бірақ әлемдік шетелдік ең танымалдары ол Upwork, жазып алсаңыздар болады. Мен жалпы сеніп отырмын, сіздер жаңағыдай парақша алып алып, қалам сап алып алып, осы айтылған инструменттердің барлығын жазып отырсыздар және де топтал деген. Осы екі платформада көптеген IT мамандары, шығармашылық адамдары тапсырыс алып, тапсырысты сәтті орындап, қаражат тауып отыр. Жалпы екінші бөлім қысқаша осындай. Келесі бөлім нақты қандай мамандықтар бар, қандай технологиялар бар, сол туралы талқылайтын боламыз. Рахмет.